Медициналық білім беру мен ғылымды модернизациялау жол картасы мен мейірбикелік істі дамытудың кешенді жоспарына сәйкес Шымкент жоғары медицина колледжі студенттері шетелдік мамандармен тәжірибе алмасуда. Игі бастама 2014 жылдан бастап профессорлық оқытушылар құрамының әлеуетін арттыру мақсатында Ресей Федерациясы мен Литва, бұдан бөлек Финляндия республикаларымен бірлесе жұмыс жасап келеді. Біліктілікті арттыруды көздеген жоба болашақта сапалы маман дайындауға айтарлықтай өз үлесін қоспақ. Қазіргі кезде бізде колледжде Якутия медицина колледжінің студенттері мен оқытушылары келіп жатыр да, и біздің студенттермен қоса оқып жатыр. Келесі деңгейде біздің студенттер сол жаққа барып, Якутиядан оқып келеді. Жалпы айтып кетсек, қазіргі кезде біздің колледждің тек қана Ресей колледждерімен емес, Литваның колледждерімен, Финляндияның колледждерімен келісім шарттары бар. Болашақ мамандардың академиялық мобильділігі шеңберінде Сақ Якутия Республикасынан 5 студент келген. Мейіргерісі сонымен қатар емдеу ісі мамандарының білім алушылары білім беру технологияларын қолдана отырып науқастарды күтудің базалық дағдылары тақырыбында оқу сабақтарын жүргізуде. Наш колледж Якутская медицина. Біздің Якуттық медицина колледжі осы жылдан бастап Шымкент медициналық колледжімен келісім шартқа отырды. Біз бір апталық уақыт аралығында қос елдің болашақ дәрігерлерін медициналық оқу жаттығудан өткізудеміз. Барлығы өте жақсы, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Руф Егоров Якутия Республикасындағы медицина колледжінің 2-ші курс студенті. Емдеу ісі бағытында білім алып жатқан болашақ дәрігер хирургия, сондай-ақ науқастарға жедел түрде көрсетілетін көмектердің түрлерімен танысып, өз біліктілігінде ортаға салған. Денсаулықтың қамқоршысы болуды көздеген азамат өз елінің ғана емес, әлемдік медицинаның деңгейін көтеруді көздейді. Я выбрал фельдшера, потому что... Менің емдеу ісін таңдауымның бірден бір себебі ол адамдарға соның ішінде көмекке зәру науқас жандарға қол ұшын созғым келеді. Оларды ауруынан айықтыру менің өз мамандығыма деген құрметінің белгісі деп білемін. Бұл сала медицинада өте қажетті бағыттардың бірі. Сол себепті бұл шаралар бізге өте қажет және өз пайдасын тигізеді. Сондай-ақ шара барысында тіс техниктер арасында ұйымдастырылған байқаудан озып шыққан алтын жүректі шипалы қолды оқушылар да марапатталды. Бүгін Аверон компаниясының ұйымдастыруымен тіс техниктер арасында сайыс өтті. Сол сайыста жүлделі орын алдым. Енді Аверон компаниясы 2 ай Тюрмуктағы сайысқа жолдама алдым. Енді сол жарысқа дайындалдым. Бүгінде білім ордасы жоғарғы медициналық білім беру мекемесі статусына ие болған. Медициналық колледж мейіргер ісі мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриат бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 30 ментор мейіргер дайындауда. Қазіргі таңда аталмыш білім беру орталығында 8 медициналық және фармацевтикалық мамандықта 1655 студент білім алуда. Он выпускает... Осы жоба аясында зуб техниктер арасында да байқау өтті. Байқауда бірқатар студенттер марапатталды. Біздің колледж дипломмен ғана қамтамасыз етпейді. Нағыз білікті сапалы дәрігер дайындау біздің мақсатымыз. Айта кету керек, ағымдағы жылы алғаш рет медициналық техниканы монтаждау, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығы бойынша мамандар дайындалуда. Мадина Абайқызы, Дастан Абдиев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.